қазіргі уақытта әлем өзгеріп жатыр. Біз мына ескі 30 жыл бойы жүрген сүрлеумен қайтадан жүруге тиісті емеспіз. Біздің осы уақытқа дейін 30 жылдың ішінде кедендік одақ, Евразиялық одақ, ОДКБ және тағы сондай ұйымдарға кіріп алғанбыз. Қазір жаңа Қазақстанды құрамыз десек, онда біз осындай ұйымдардан шығуымыз керек. ОДКБ-дан шығатын Армения мәлімдеді. ОДКБ-ның 2 мүшесі Қырғыз бен Тәжік қақтығысы бар. ОДКБ-ның қазіргі жаңа саясаттан ешқандай рөлі жоқ оның. ОДКБ-дан шығу керек. Сосын таможня деген бар. Кедендік одақтағы 5 мемлекет. Бұл Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Армения, Белоруссия. Бұлардың да бұл жаңағы ұйымның да өзінің күші әлсіреді. Бұл ұйымның бізге зияны тигізіп тұрғаны осы 5 кедендік одақ арасындағы мемлекеттің арасында не бар? Келісімшарт бар екен. Bir memleketten екінші мемлекетке өткен кезде жеңілдетілген жаңағы азаматтық беріледі. Немесе осы 5 мемлекет Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Армения, Белоруссия бір-біріне барған кезде жаңағыдай 90 күнге дейін шекара кіріп жүре береді екен. Енді 90 күнге келген жерге адам 90 күннің ішінде ол бірдеңе жасап үлгереді. Ана біздің соңғы барып ақша берсе де ол паспорт бір-бәлелерді алып үлгереді. Сондықтан біздің заң соқылда әлсіз, ішкі жағымызда өзіміз қазақтар, өзіміз жаңағыдай ту болуымыз керек. Ол келгендерге жаңағыдай сатылып ақшаға бірдеңе істеп беру дегенді тоқтату керек. Өзіміз мықты болуымыз керек. Сондықтан біз жаңа Қазақстанда жаңа саясат құру үшін алдымен осындай ұйымдардан шығып кетуіміз керек. Сондықтан шекарадан толассыз келіп өтіп жатқанның бір үлкен себебі сол. Оны кім де тоқтата алмайды Тоқаевта, өйткені келісімшарт солай болып тұр. Ал енді шекараны мықтап күзету керек. Ол жаңағы Назарбаев шекараны бекітіп кетті деді ғой. Бекіткені сол ма? Ит те, құс та бәрі кіріп шығып жатыр. Бұндай шекараны бекітпей біз мықты ел бола алмаймыз. Ертең қазір айтып жатыр 1.600.000 адам ол жаңағы үкіметтің өзінің айтып отқаны аузымен 1.600.000 күтті деп. Ол 3 миллион, 4 миллион күтіп кетуі де мүмкін. Сондықтан өзіміз аз қазақпыз. 12 миллионның ішіне 12 миллион тағы келіншек кетсе, соның ішінде орыс кетеміз. Біздің қауіпіміз сода. Біздің қазақ тілінің өзі жаңағы ақсап тұрған кезде ертең бұдан да сорақы жағдайға ұшыраймыз. Сондықтан шекараны шұғыл түрде жабылсын, келімсектердің келуі Ресейден болсын, Қытайдан болсын, басқа жақтан болсын. Қазіргі толқып тұрған кезде барлығы тоқтатылу керек, жаңа саясат, жаңа өмірге қадам басу керек. Болмайды. Әлем қазір дүрлігіп, әлемде өзгерістер болып жатқан кезде біздің Қазақстанның үндемей отырғаны ешқандай сыймайды. Жаңа саясат болу